Бармысың асыл аймағым, күн сүйген алтын айдарын, Шымкентім жердің жәннаты, жағаға жетер жайлауың, өрістерің кеңейіп, жемістерің көбейіп, оңынан тусын айларың, қыз ұзатып, құда боп, ақ-дастархан жайғаның, жаңғырту деген осы ғой, салт дәстүрдің қаймағын. Аман бол, Алаш, ағайын, сөзімді ұйып тыңдаған, өздерің бізді өсіріп, өнерімізді шыңдаған, Қыпшақтың тойын басқару аманат болып тұрмаған, қарадан шығып хан болған бейбарыстай дүр бабаң, елбайларға қыз беріп, екеу боп жатыр бір балаң. Арқадан келді серіктей серің, қалың қазағын жырлаған, ассалаумағалейкум, шырайлы кентім шым қалам, құтты болсын тойларың, мегаполис зың қалам. Ал армыстар абыздай болған ақсақалдар мен аңыздай болған ақ жаулықты, алтын құрсақты аналар, күліп шыққан күн сияқты, сайрап тұрған тіл сияқты, күліп атқан таң сияқты, әуелеген ән сияқты әдемі әпкелер мен әкедей болған жезделер, жез таңдай жеңгелер мен алатаудай асқақ қаратаудай қазыналы ағалар және құдай басқан құда жекжат дос жарандар. Бүгін міне ел даусыма қаратып, тамырынан таратып, шабыт дейтін шалқар бір тұлпарымды жаратып айтар болсам, Арыстановтар әулеті бесігін қыдыр тербеткен берекелі шаңырақта, Әбу Бәкір мырзаның бауырынан жараған, Гүлмирадай ханымның құрсағынан тараған Диана атты, еліктің ылағындай, таудың мөлдір бұлағындай, Тұранның тұмарындай, шығыстың шыңға біткен шынарындай, шынашақтай қызы бой жетті ағайын. Кезінде сырымдатқа айтпап беді, даудың мұраты біту, сауданың мұраты ұту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп. Енді шартақтағайын көздеген арман ниет түпкі болсын, жас отаудың тірегі мықты болсын. Той қазақтың ағайын қазынасы, ұлан асыр тойларың құтты болсын. Қожамет қайда қалайық, алақанды қағайық деп қойайық. Бұл тойдың томағасын сыпыратын жер, құсталып тұлпар баптаған, қонақсыз таңы атпаған, батамен бастап тілегін бір ауыз сөзге тоқтаған, иісі қазақтың игі жолменен, салт дәстүрдің жөніменен. Бүгін міне баталы сөз, аталы тілекпен тойымызды ашатын үлкендерді шақыратын кез келді. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассың, жаманның жамандығын айт, құты ашсын дейді қазақ. Алланы сыйла, алдына барасың, ананы сыйла, жұмақты табасың, жұртыңды сыйла, батасын аласың, ұлтыңды сыйла, тарихта қаласың дейді. Ұлтымыз бен жұртымыз ұлықтайтын, қадір менен қасиетін ұмытпайтын, осы әулеттің алтын тамыры, текті темір қазығы, баршаңыз жақсы білетін, қазына деп жүретін қадірлі қариямыз, түпсіз терең дариямыз, Әуезхан қажы атамызда, және ағайын туыстың үлгі тұтар үлкені Шахмардандай ағамызда. Әулеттің қамқоршысы панасы, ақылшысы данасы, елдің сыйлы ағасы Темірбек мырзаны да текті деп, қуанып тойға кепті деп, той ашар кезек жетті деп, ортаға шақыратын кез келді. Және қасиетті Құран кәрімде де жазылған екен, өз қолың өз аузыңа жетіп адам болғаныңда, жақсылықты алдымен анаңа жаса, екінші және анаңа жаса, үшінші тағы да анаңа жаса, содан соң қайырымды әкеңе қыл дейді екен. Ендеше ақ жаулықты алтын құрсақты аналар Дариға апамызда, Әбекеңнің анасы, және Захира апамызда, Гүлмира жеңгейдің анасы, және әулетіміздің әлпештеген әжесі Зина апамызда ортаға шақырғалы тұрмыз. Қошеметтеп қойыңыздар, бәріміз әкеден жарадық, анадан тарадық, жолымызға қарадық, жол үлкен деп санадық, алдыменен ата-әжелер тойымызды ашып аладық.